Сен мақтасың, өте керек. Келе қалай. Кішкентай қадамдар үлкен жетістікке жетелейді. Кішкентай қадамдар үлкен жетістікке жетелейді. Келесі. Сенім мен табандылық жетістік кірді. Дұрыс білдіңіздер. Келе ғой тағы кім келеді? Келіңіздер. Әр күнің жаңа мүмкіндікке толы болсын, дұрыс. Әр күнің толы болсын. Мүмкіндікке толы болсын. Келе ғой тағы кім? Әр күнің мүмкіндікке толы болсын. Оқы үйрен өз болашағын өз қолында. Оқы үйрен өз болашағын өз қолында. Әрі келіңіздер, аяғы. Бүгінгі табыс, ертеңгі табыс. Келіңіздер. Шишақтардан. Еңбегің ислам елеусіз қалмайды. Сен соған лайық болады. Келе ғой. Жақсы. Техникалық ақшалар. Қателесу бүгінгі сабақта қателесуге қорқуға болмайды екен балалар. Ол да үйренеді. Келе ғой. Келе ғой. Дайын. Жеңістерің көп, жолың ашық болсын. Бүгінгі жеңістерің көп болсын да. Отыра ғой. Тағы келіңіздер. Айтқан еді. Келе ғой. Біз алда шықпасыздар ме? Аха. Аша ғой. Әр сәтің қуанышқа толы болсын. Жақсы балалар, мен де біреуін ашып көрейін бе? Арманыңнан ешқашан бас тартпа дейді маған. Жақсы, рахмет. Келе ғой, жүр. Соғысын аша ғой. Балалар, білім сенің болашағың, оны жарқын етіп отырамын. Балалар, осындай көңіл күймен, осындай тілектермен біз бүгінгі сабақты бастауға рұқсат етіңіздер. Жақсы. Балалар, сіздердің алдарыңызда, тыңдаңыздар. Бүгін сіздердің алдарыңызда осындай жәшіктер бар. Осы жәшіктерді ашып көрейік. Жақсы ма? Қараңыздар, назар тақтада. Оқушыларым, қорап ішінде не жазылған екен? Сіздерге де қызық бар? Ендеше қораптарды бірге ашып көрейік. Олар қорап ішіндегі не жазылған сіздерге қызық бар? Онда ашып көрейік. Яғни, онда үй тапсырмасында біз көңілді. Жақсы ма? Ал қараңыздар. 19 ғасырда Қазақстанда білім беру ісі қалай дами бастады? Кім айтады? Қалай дами бастады? Ислам. Қазақстанда бірінші Бөкей ордасында Жәнібек хан мектеп ашқан. Иә, ең алғашқы мектеп қайда ашылды дейді? Бөкей ордасы. Өте керемет, Бөкей ордасында. Жақсы, келесі. Қазақ балалар білім алу үшін қай қалаларға барды? Інжу, Санкт-Петербург, Мәскеу. Жақсы. Қайсы? Иә, жақсы. Өте керемет. Тағы келесі сұрақтарыңыз. Дәстүрлі мектеп пен жәдеттік мектептің айырмашылығы кім айтады? Дәстүрлі мектеп пен жәдеттік. Әзірге айта ғой. Дәстүрлі мектепте тек діни пәндер оқылды, ал Жәдетшілдік. оларда дүниелік пәндер оқылды. Иә, яғни жаратылыстану бағытындағы, иә, айтуға болады, иә. Жақсы, керемет.
Келесі сұраққа ауысайық. Жәңгір хан ашқан мектептердің қоғамға әсері болды ма? Түсіндіріп өтіңізші. Жәңгір ханның қоғамға әсері болды ма? Болды ма, болған жоқ па? Әсері дұрыс болды. Болды. Кәне бұл жақта айта ғой. Орнынан тұра ғой. Яғни қоғамға әсері болды, яғни хат танытты, іс қағаздар жүргізілді, иә, өте керемет, жақсы. Әрі қарай. 19 ғасырда білім беру не үшін маңызды болды? Жалпы өзі білім беру маңызды ма? Жақсы, ислам айта ғой. Қатшады осы? Балаларға өте білім керек болған. Және де олар ақылды және білімді болғандықтан оларда мектепте ашылған. Жақсы. Қанағаттанамыз ба балалар? Жақсы. Қай жылы Омбыда мұғалімдер семинариясы ашылды? Қай жылы? Қай жылы Омбыда мұғалімдер семинариясы ашылды? Айзере, балалар қатысады сұраққа, иә? 1878 жылы мұғалімдер семинариясы ашылды. Қашан? Қай жылы? 1872. Дұрыс па балалар? 1872 жылы мұғалімдер семинариясы қайда ашылды? Омбыда, иә. Жақсы. Ағарту ісінің дамуына қандай тұлғалар ықпал етті? Балалар, білім беруде қандай тұлғаларды білеміз? Білім беруде қандай тұлғаларды? Айтайық. Ыбырай Алтынсарин дейді, жақсы. Абай Құнанбаев дейді, жақсы. Тағы да? Шоқан Уәлиханов дейді, өте керемет. Тағы да? Бұл ма? Шәкәрім Құдайбердіұлы, өте жақсы. Өте жақсы болған. Балалар, жақсы, бүгінгі біз үй тапсырмасын ойға түсіріп өттік. Солай ғой? Үй тапсырмасында мен жаңа өте керемет жауаптар естідім. Сабаққа қатысқандар мен бағалап өтейін. Ислам жұлдызша алады, Дария жұлдызша алады, және де мына жақта Інжу алады. Мына жақта кім? Нұрәли алады. Мына жақта біз кімге береміз? Айзереге жұлдызша береміз. Және де бұл жақта қатысқан болды ма? Сізге береміз. Жақсы. Балалар, жақсы, керемет үй тапсырмасын жұлдызшаларыңызды алыңыздар. Кімде көп жұлдызша болады, сол жұлдызша көп кімде болады, солай бағаланады. Жақсы ма? Жақсы. Ендеше балалар, жаңа сабаққа біз көшейік. Біз тақтадан не көріп тұрмыз? Кітап басып шығару, иә? Жақсы, Інжу. Картаны зерттеу дейді. Діни пәндерді оқу. Тағы да бір сурет. Қалай? Сапарлау, саяхаттау. Солай ғой? Өте керемет, жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Шоқан Уәлиханов алғашқы қазақ ғалымы. Бүгінгі біздің мақсаттарымыз Шоқан Уәлихановтың ғылыми зерттеулердің тарихи құндылығын анықтау. Және сабақтың мақсаты Шоқан Уәлихановтың ғылыми еңбектері мен зерттеулерін талдап, олардың тарихи құндылығын анықтаймыз. Жақсы ма? Енді балалар тақтаға назар аударайық, қарайық. Шоқан 4 жасында әріп танып, араб жазу үйренді. Үйретулерінің шебері болды. Орыс, француз тілдерінде еркін сөйледі. Яғынцевтің айтуынша Шоқанның сүйікті жазушылары өлеңді керемет Чарльз Диккенс болды. Соған қарағанда Шоқан ағылшын тілінде білген. Уәлиханов Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи еңбегін алғашқы яғылымға енгізген разының манасын хатқа түсірді. Устав-Газовтың адъютанты болып тағайындалып, 1825 жылы орталық Қазақстан, Жетісу мен Тарбағатайға саяхаттады. Елге оралған соң император екінші Александрдың жарлығымен штаб-срок мистер Шильдернан ақшалай сыйлыққа ұсынылып, әулие Владимир орденімен марапатталды. 1860 жылдың 4 мамырында Петерборда ғылыми еңбектарын жинап, Қашғар сапары жайлы баяндамасын оқыды. Оның еңбегімен алдын ала танысып алған Ковалевский Шоқанға гениальный деп баға берді. Уәлихановтың монографиялары ағылшын, неміс, француз тілдерінен басылып шықты. Осылайша Шоқан Парижден бір-ақ шықты. Тарих беттерінде бұл мәлімет расталмаса да, ақпараттың шынайылығын көрсететін деректер бар. 1860 жылдың 4 қарашасында Шоқан әкесіне хат жазып Парижге бару үшін парыз алғанын айтып,
шашыларын сұрай. Одан бөлек орыс дипломаты барон Александр Врангельдің естелігінде Уәлиханов өте тәрбиелі, ақылды, білімді адамға ұқсайды. Маған ол өте қатты ұнады. Достоевскийде онымен кездескеніне қуанып қалды. Енді оны Петербургте және Парижде кездестірдім дейді. Шоқан 1861 жылы Аға Сұлтан сайлауында жеңіліп, генерал-губернатордың бұйрығымен бұл қызметке тағайындалмайды. Ал 64 жылдың наурыз айында Уәлиханов генерал Черняевтің әскеріне қосылды. Алайда әулие-ата бекінісінде ел халықты аяусыз қырған әскерді көргенде өздерімен кетіп қалды. Шоқан 65 жылдың 10 сәуірінде 30-ға жетпей аққан жұлдызды жарқ етіп сөнді. Ғұмыры қысқа болса да Шоқан халқымен бөлім үшін қызмет етті. Арыз өлген жеріне дипломатияны таңдады. Тарихтан адамзатқа ортақ құндылықтарды ашты. Жақсы балалар, маған назар аударыңыздаршы. Мен сіздерге тақтаға мына сөзді жазғым келеді. Не жаздым? Ақтан жұлдыз. Жақсы. Бұл сөйлемге қайтадан айналып келеміз. Балалар, сонымен Шоқан қай жылы туыпты? Қай жылы туыпты? 1835. Жақсы. Қайда сапарлапты? Орталық Азияға сапарлапты, иә балалар? Қандай жерге? Қандай мақсатпен барды? Айсерей? Қырғыз халықтарын мәдениетін білуге, зерттеуге. Жақсы. Оның жолы достары болды ба? Қандай, кімдер екен? Черняев, Достоевский, тағы да? Ол кім? Иә, өте керемет, тағы да? Оның қандай атақты сапары бар? Қайда сапары бар? Қайдан орнатыра бар? Қашқарияға сапары бар. Өте керемет. Жақсы. Балалар, соңында Шоқан Уәлиханов қандай жұлдыз болып ағып өтті дейді? Аққан жұлдыз болып неше жасында? 30-ға жетпей қай жылы? 1865. Нешінші сәуір дейді? Өте керемет. 10-шы сәуір. Балалар, қараңыздаршы, неге аққан жұлдыз дейді? Галактикада комета деген бір жұлдыз бар, иә балалар? Ол жерден өткенде қалай өтеді дейді? Аппақ, жарқырап, бірақ өтеді дейді. Соны Шоқан Уәлихановты осы кометаға ұқсатып, өмірінде аз ғұмыр болса да аққан жұлдыздай қайтып өтті дейді. Жарқырап өтті дейді, иә балалар? Сонымен Шоқан Уәлиханов қашан туыпты? 1835. Қашан қайтыс болыпты? 1865. Жақсы. Балалар, келесі тақырыпқа келесі ауысайық. Балалар, сіздер қазір ұялы телефондарыңызды интернет желісіне қосайық. Мына QR кодты өз беріңізге. Қараңыздар, тыңдап алыңыздар. QR кодты көшіріп аласыздар. Осы QR кодтан шыққан тапсырмалар сіздердің алдарыңызда. Жалпы 4-5 дұрыс жауап болса, 2 бал аласыздар. Яғни 200 жұлдызша беремін. Үшеуі дұрыс болса, 1 бал. Егер 0-ден 1 дұрыс болса, онда неше бал аласыздар? 0 бал. Ендеше, берілген ақпараттың дұрыс немесе бұрыстығын анықтаңыздар. Бұл жоқтық жұмыс болуы мүмкін. Сіздерге бір ұялы телефон немесе әрқайсыңыз орындауларыңызға болады. Жақсы, QR кодты көшіріп алуларыңызға болады. Ақырын бір-біріне топтық ережені сақтаймыз. Менің үстелімнен де қарап алуға болады. Қазір әлі бастамаңыздар, мен бастаймыз дегенде. Тоқтай тұр, қазір. Мен баста дегенде бастаймыз деп қойы. Жақсы, ендеше көрейік балалар. Қазір тоқтай тұрыңыздар.
Сонымен балалар. Ал. Шоқанның шын аты кім екен? Мұхаммед кім? Мұхаммед Ханафия. Екінші дұрыс па сонымен? Ал екінші сұрағыңыз? Екінші сұрақ қандай? Шоқан қай жылы өмір сүрді? Иә? 1800 неше еді? Қайсы болған жылы ғой? 1835. Жақсы. Тағы да қандай сұрақ болды? Шоқанның еңбектері тарихи құндылығы жоқ. Құндылығы? Жоғары, иә? Жоқ. Дұрыс. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс, иә? Тағы да оқып қойыңыздар. Сол ұялы телефондарыңыздан. Шоқан орыс географиялық қоғамның жұмысына белсене араласқан. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс, өте керемет. Мөн жақтан әзірет соңғы сұрақ. Шоқан тек Қашқария Сапарына? Бар ма, барған жоқ па? Қашқария сапарына? Бар ма ғой? Өте керемет. Жақсы балалар. Сонымен біз кімде нешеу дұрыс болды? Бәрі дұрыс болды ма? Онда сіздердің барлықтарыңызға мен жұлдыз шар береміз. Алыңыздар, төртеу мына жаққа. Мына жақта үшеу, мына қойыңыздар. Мына жақта нешеусіздер? Алты алыңыздар, таратып алыңыздар, иә? Жақсы, керемет балалар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сіздерде қараңыздар. Үшінші топ. Сіздердің алдарыңызда топтық жұмыс. Бірінші таймлайнның Шоқан өмірі негізгі кезеңдер уақытсыздығынан сүресіздер. Содан кейін мына жақта. Міне сүресіздер бірінші топ. Ала қойыңыздар. Бірінші топ ислам. Екінші топ балалар. Бірінші топ қараңыздар. Дискрипция қараңыздаршы. Бірінші топ ислам тауып қайдаласыздар. Негізгі оқиғалар тапсаңыздар 1 балл. Оқиғаларды ретімен орналастырсаңыздар 1 балл. Және де оқиғалардың аңызын түсіндірсеңіздер 1 балл. Жалпы ислам неше балл екен? 3 балл. Келесі топ сіздерде. Екінші топ қараңыздар. Биомап дейді, Шоқан зерттеген аймақтар мен бағыттарды сызбаға түсіресіздер. Оның дискриптары не балдар қараңыздар. Шоқан зерттеген аймақтар мен бағыттарды мәтінмен анықтайсыздар. Мәтінмен оған 1 балл. Аймақтарды зерттеу бағыттарды картаға түсіресіздер. Өз көрсетесіздер 1 балл. Тарихи маңызын түсіндіресіздер 1 балл. Жиыны 3 балл. Алыңыздар. Ала қойыңыздар. Балалар, үшінші топ қараңыздар. Шоқан еңбектері тарихи құндылығы неде деген сұраққа дәлелдер жинайсыздар. Постерге жазасыздар. Және дискриптор. Негізгі деректерді анықтайсыздар 1 балл. Дәлелдер келтіресіздер 1 балл. Қорытынды ой ұсынасыздар 1 балл. Жиыны 3 балл. Сіздерге уақыт 3 минут. 3 минут балалар. 3 минут. Минут. Егер де болсаңыздар, қол шапалақтап белгі беріңіздер, жақсы ма? Ислам жасамақсыздар ма? Топпен жасаңыздар, топ жақындасыңыздар. Қазір жазып, өзіңіз жазыңыз, ислам қазір жазуды пайғамбарымызда бір-біріміздің, е?
minut vaqt qoldi bolalar. 1 minut vaqt qoldi. Qayoqqa o'tdi? Mayzili. Jasab qo'yingizlar. Bu vaqtni bo'lmaydi. Ikkinchi to'p bo'lib qoldi. Yaxshi bolalar, oxirida жұмысimizni аяқтаймыз. Жұмысты аяқтаймыз bolalar. Qo'lingizlar bor. Ayolni qo'lingizlar bor. Жалпы 3 ball beriladi bolalar. 3 ball. Екінші топ болды. Шоқанның зерттеулері. Аймақтары, бағыттары сызбат. Келе қойыңыздар бұл жерге. Қаттаға. Оқып беріңіздер. Сонымен, екінші топ Шоқан зерттеген аймақтар мен бағыттарды сызбаға түсіріңіздер. Келе қой. Тыныштар айтпалар топтар. Шоқан Уәлихан Орта Азия, Жетісу және Қырғызстанға сапарлады. Тағы да. Және де Қашқария, Қытайдың Манлу, Шығыс Түркістанда. Монғолияға, Шығыс Түркістанға және де Қашқарияға сапарлады. Оның сапарының барысы не, оның мақсаты не? Ол мемлекеттерде болған түсіндері және де көптеген мәдениеттерін білдіреді. Яғни мәдениетті зерттеген, елдерді зерттеген, не? Жақсы. Қорытынды ой ба? Осы еңбектерден біз Шоқан Уәлихановтың қандай ұлы ғалым болғанын қайтеміз? Көре аламыз. Жақсы. Жақсы бала, өте керемет. Дұрыс. Өте керемет. Жақсы. Кім бар тағы да? Қарайсыздар. Бірінші топ болды. Келіңіздер. Бірінші топ. Келіңіздер. Шоқан өмірінің негізгі кезеңдері, не балалар? Қатты шығар айта аласыңыздар? Балалар тыңдаңыздар. 1865 жылы Шоқан Уәлихан дүниеге келді. 1847 жылы Шоқан омбы каир корпусынан оқуға түсті. Омбы каир корпусынан, жақсы. Қашты шығады? 1855 жылы Қарабағатта жеріне сапар жасады. Қай жылы? 1855, өте керемет, жақсы. 1864 жылы Шоқан Уәлихан бізге арналған әскери экспедициясына түсті. Қай жылы? 1864. Дұрыс. Миржан. Шоқан Уәлиханов жасаған сапары Қарабағатта еліне сапар жасады. Қарабағатта еліне, иә, жақсы. Отында Шоқан Уәлиханов 30-ға жетпей, атқан жүзді сәлем. Иә, 30-ға жетпей, атқан жұлдыздай қайтып өтті. Жарқ етіп, бұл дүниеден өтіп кеткен. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Келе қой. Өте керемет болды. Үшінші топ. Жақсы, келіңіздер. Жақсы. Бір-екеуі шықсаңыздар жеткілікті, иә. Келіңіздер. Алина. Сіздермен сонымен үшінші топ Шоқан еңбектерінің тарихи құндылығы не дейді? Қатысыңдар. Шоқан Уәлихановтың зерттеу еңбегі 1855 жылы Кавказ сапарына қатысады. Нені зерттеді? Орталық Қазақстан, Тарбағатай, Жетісу жерінде қырғыз халқының зерттеген. Тарихи құндылығы, тарихы мен құндылығын білді. 1859 жылдары Қашқарияға сапарына барып келді. Халқын зерттегенде Қашқария жерінің этнографиясын мәдениетін зерттеді.
этнографиясын зерттеген, мәдениетін зерттеген екен, солай ғой? Жақсы. тарихи құндылығы сол жердің өте белгісіз аса құнды деректерін зерттеді. Жақсы. Сол Қашқарияның жергілікті халқын зерттеген екен, не балалар? Мәдениетін, этнографиясын зерттеген екен, не? Жақсы. 1857 жылы Шоқан Алатау қырғызына сапар шекті. Олардың тарихын және поэмасы этнографиясын зерттеді. Болды. Жарайды, жақсы балалар. Өте керемет, үшінші топтың жауабын тыңдады. Жақсы балалар. Балалар, енді топпен жұмыстарды қараңыздар тақтаға. Сіздердің алдарыңызда қазір видео қосылады. Ұқтап қараңыздар, сіздердің алдарыңызда видео қосылады. Бұл Сәбит Мұқановтың Шоқан Уәлихановқа арналған шығармасын аққан жұлдыз деп атау себептерін кестесі арқылы түсіндіреміз. Ойынды Шоқан Уәлиханов бойында еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік құндылықтармен байланысты. Яғни пікір айтасыздар, иә балалар, өз пікірлеріңізді дәлелдейсіздер және де қайтесіздер түсіндіреміз. Ендеше олай болатын болса, тақтаға назар аударайық. Мұқият болыңыздар. Сәбит Мұқанов Шоқан Уәлихановқа арналған шығармасын аққан жұлдыз деп өте орынды атаған. Себебі Шоқан қазақ даласында жарқ етіп туған, бірақ ғұмыры қысқа болса да, артына мол мұра қалдырған бір туар тұлға. Аққан жұлдыз аспанда аз ғана уақыт көрінсе де, өзінің жарығымен көптің назарын аударады. Сол сияқты Шоқан да қысқа өмірінде ғылым мен білімнің биік шыңына көтерілді. Шығармада Шоқанның бала күнінен ерекше керек, білімге құмар болғаны суреттеледі. Ол жас кезінен ел аузындағы аңыз әңгімелерді, жыр дастандарды тыңдап өседі, шығыс тілдеріне қызығады. Кейін омбы кадет корпусында оқып, орыс және батыс ғылыммен танысады. Бұл оның жұлдызының жарқырай бастаған тұсы. Сонымен қатар шығармада Шоқанның Қашқария сапары, қазақ пен қырғыз тарихын, салт дәстүрін зерттеуі, халықтың тұрмысын терең тануға ұмтылысы кеңінен көрінеді. Осындай істері арқылы оның жай ғана оқымысты емес, өз халқы үшін қызмет еткен үлкен ғалым екені танылады. Сәбит Мұқанов Шоқан бейнесін тек білімді адам ретінде емес, халқын сүйген, елінің болашағын ойлаған азамат ретінде де көрсетеді. Бірақ осындай дарынды тұлғаның өмірі ұзақтаса болмайды. Оның ерте қайтыс болуы шығарманың атауымен тікелей байланысты. Яғни жазушы Шоқанның жарқын дарыны, ғылымдағы биік орнын және қысқа ғұмырын аққан жұлдыз бейнесі арқылы ашқан. Балалар, ендеше сіздерге тапсырма таратамын. Ала қойыңыздар, пікір айтасыздар, дәлел келтіресіздер, сол дәлелдеріңізді қайтесіздер, түсіндіресіздер. 3 минут уақыт бастаймыз. Балалар шыдамдатайық.
Приемына тоқтастық болды. Кім дайын? Белгі беріңіздер бала. Кім дайын? Белгі берейік. İslam Bokal var. Ya. Kım bolda belgi bereyik. Kol ko'tarib şapalaqta. Ya. Üçüncü top bo'lgan сияқты. Üçüncü top qizil to'g'ri. Endi dalil keltirdiңдер, fikr bildirdingдер. O'z fikrini tushunasiz. İlk so'da fikr keldiңдер. Ya. Жаза ой дұрыс. Неге мұндай дәлелге келдіңіздер? Сол ойыңызды түсіндіріп бересіз. Болды ба? Жақсы, болыпты. Жақсы, бірінші топ болды. Кім бастайды? Інжу бастаңыздар. Орында тұрып оқиды. Хат шығарып алсыңдар. Шоқанда аққан жұлдыздар деп аталған болады. Аха. Сосын? Оның еңбектері қай тілге басып шыққан? Француз, неміс, ағылшын. Міне тың керек айтты. Айтап отыра ғой. Ол көріс көп сапарлады, е? Оның жұлдызы жарқырай бастады, е? Жақсы. Түсіндіру, е, бұл, е? Аха, жақсы. Жасамақшы болды, е? Өмірі қысқа болса да, қанша еңбек артында қайтты? Қалдырып кетті. Жақсы. Інжумыз сізге, және исламға беріп ой. Жақсы. Бірінші міне бізде дәлел. Пікір, айта ғой. Шоқанның өмірі аққан жұлдыздай тез өтті. Тез өтті, е? Жақсы. Пікірің сен. Ой айту керек, е? Жақсы. Дәлел өмірі қысқа болса да көп еңбек қалдырды. Өте керемет. Жақсы. Өйткені шоқан өте білімді болғанымен өте көңіл бұлды. Яғни ерте дүниеден қайтты. Озып кетті. Жақсы. Өте керемет. Бір қал. Міне сізге, Дария, ол сізге. Үшінші топ болды па? Үшінші топ. Яғни отыра беріңіздер. Бірінші немене бізде пікір. Мұқанов, Шоқан, Уәлиханов аққан жұлдыз деп аталды. Аққан жұлдыз деп атады, иә? Жақсы. Келеді екен, иә? Дәлел. Өйткені оның өмірі қысқа болса да бізге құнды деректер мен зерттеулер қалдырған. Түсіндіру. Ол көп сапарларға қатысып, жұлдызды жарқыраған. Бірақ өзінің өмірі қысқа болса да, ол бізге өте құнды деректер берген. Құнды деректер. Яғни оларға сіздердің екі жақтікі бірдей екен, бірәзге. Жақсы, сонда да сіздер бағалап өтеді. Сіз неге сабаққа қатыспай отырсыз? Ала қойыңыздар. Міне. Ала қойыңыздар. Таратып бере ғой. Жақсы балалар, өте керемет.
жасадық. Енді балалар біз сабағымызды қайтейік, қорытындылайық. Балалар, ұялы телефондарыңызды алыңыздар. Сабағымызды қорытындылайық. Ұялы телефондарыңызды алыңыздар. Ұялы телефондар алыңыздар. Мынау қалай еді? Қазір. Қазіргі сәт балалар. Бұл техникалық ақаулар болып тұр балалар. Жақсы. Мына жерде жақсы қорытындыласақ балалар. Енді қараңыздаршы, балалар, біз бүгінгі үй тапсырмасын қорытындылайық. Кім? Сонымен Шоқан Уәлиханов туралы Сәбит Мұқанов не айтқан екен? Аққан жұлдыз дейді. Қатты шығарады. Аққан жұлдыздай жарқ етіп сөнді дейді. Қай жылы туыпты сонымен ол? 1835. Қашан қайтыс болыпты? 65. Оның еңбектері қай тілге аударылыпты? Ағылшын, француз және неміс тілі. Өте керемет. Жақсы. Сонымен Шоқан Уәлихановтың атақты сапарлары қандай сапарлар болыпты? Атақтысы Қашқария сапары болыпты. Балалар, қараңыздар, Шоқан Уәлиханов атақты қай ханның тұқымы? Кімнің? Шыңғыс ханның тұқымы. Яғни олар Шыңғыс депті адамдар, иә? Ол қайда оқыпты? Омбы Кадет корпусында оқыпты, иә балалар? Ол тағы да қандай ғылыми еңбектері бар екен? Қашқарияға сапары. Қалай? Яғни оның Манас жыры бар, иә балалар, Қырғызстанның сапар болғанда, иә? Газфордтың сапарына қатысты. Кімнің? Газфордтың экспедициясына қатысты, иә балалар? Ол кімнің адъютанты болды? Генерал Черняевтің адъютанты болған. Міне балалар, өзіміздің белгілі жазушы ақынымыз Сәбит Мұқанов, балалар, Шоқан Уәлихановтар, және мынау бет жазған жоқпын ғой, иә? Шоқан Уәлихановты, Сәбит Мұқанов жарқ ете қалды да қайтты дейді, сөнді де қалды. Осы қысқа ғұмырында, 30-ға жетер-жетпес ғұмырында, артында үлкен мұра қалды. Қазақ халқына құнды деректер қалды. Қазақ халқының құнды мұрасын осы күнге бізге қайткен, жеткізіп кеткен екен. Міне балалар, Шоқан Уәлиханов аққан жұлдыздай жарқ етіп сөнді дейді. Жақсы балалар. Ендеше қазір бүгінгі тақырып балалар, қараңыздаршы, сіздерге мен мынаны қараңыз, аққан жұлдыз дейміз, иә? Яғни сіздердің алдарыңызда не тұр балалар? Жарық, шам тұр, иә балалар, шам. Сіздер айтыңыздаршы, сіздердің бүгінгі деңгейлеріңіз осы шамның қай жай қараңғы ма, орташа жарық па, әлде қатты жарық па? Қай шамда тұрсыздар? Мержан, қайсында? Қатты жарық. Сабақты қайттың сен? Сабақты түсіндің ба? Жақсы, керемет. Айзере, шамның қайсында жарықтың қай деңгейінде тұрсыз? Жастау, мұнда тұрсыз, иә? Сіз осында деп есептейсіз ғой өзіңізді. Сабақты түсіндіңіз ба? Жақсы. Мейрамбек. Өте ұнады. Сабақты түсіндіңіз ғой? Шамның жарығы осы жарық шамда тұрсыз ғой? Жақсы. Тағы да кім бар? Айта қойыңыздар, Ислам. Жақсы. Өте керемет.
Жарайды балалар. Ендеше тақтаға назар аударайық. Балалар үй тапсырмасына назар аударайық. Жақсы оқу болашаққа жасалған алғашқы қадам. Жақсы білім алу үшін үй тапсырмасын жауапкершілікпен орындау керек. Күнделікті ашып үй тапсырмасын жазып алуды ұмытпа. Балалар, күнделік дәптертеріңізді ашып, ендеше үй тапсырмасын жазып ала қойыңыздар. Шоқан Уәлихан алғашқы қазақ ғалымы тақырыбында 6-8 сөйлемдік шағын ой толғау жазып келесіздер. Жазып аласыздар, иә? Бүгінгі тақырып бойынша балалар қараңыздар. Мен Айзереге неше жұлдызша? 3. Жақсы, 10 болсын. Сабаққа жақсы қатыстыңыз. Сонымен қатар, Ашырыншы неше? 3. Сабаққа белсенді қатыстыңыз. Аяу неше сізде? 2. Сізге 9 бал қоямын. Амина неше бал? Неше жұлдызша? 2. 9 бал қоямын. Жақсы, мына жақ екінші топта. Мейіржан неше жұлдызша? 2. 9 бал қоямын. Маған мына жақта кім? Бейбіт Ислам сабаққа белсене қатысты. Неше жұлдызшаңыз бар? 3. Маған бүгінгі сабақта кім? Нұрали сабаққа қатысты. Мен өзім оған жұлдызшалар табыстадым. Неше жұлдызша? 2. Нұрали өте керемет. Айбек Нұралиге мен 7 бал қоямын. Жақсы балалар. Мына жақта Абдрахманова Айзереге қойылды. Тағы бар? Самат қызы. Самат қызы нешеу? Қазір Самат қызы 3. Сабақ жақсы қатысты. Жақсы балалар. Балалар үй тапсырмасы түсінікті ғой. Сабақ түсінікті ма? Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.